Сәлем достар, бүгін шығыстың өте дәмді әрі ерекше тағамы казан кебаб дайындап үйренеміз. Бұл тағам қазақтың қуырдағы секілді, тек басқаша дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Қажетті заттар: 1 кг картоп, 1,5 кг қой еті, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз және дәмдеуіш және күнбағыс майы. Ең алдымен картопты жуып тазалап, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін оған қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз және дәмдеуіштерді қосып, және де шемішкі майды қосып, осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Картоп дайын. Одан кейін етті осындай бөліктерге бөлеміз. Еттің қасына сүйектерінің де болғаны жақсы, және де шамалы майының да болғаны жақсы. Және де еттің тұздалған болуы маңызды. Егер сізде тұздалмаған ет болса, онда алдын ала тұзды қосып, етіңізді тұздап алсаңыз болады. Содан кейін қызып тұрған қазанға күнбағыс майын құямыз. Одан кейін оны қыздырамыз. Май қызған соң осылай картоптарды орналастырамыз. Барлық картопты орналастырамыз. Одан кейін бір жағынан 2-3 минут бойы қатты отта қойып, осылай қызарғанша қуырамыз. Екінші жағынан да солай қызарғанша қуырамыз. Содан кейін картоптарды майдан алып тастаймыз. Содан кейін осы қызып тұрған майға етті орналастырамыз. Етті және сүйектердің барлығын осылай майға орналастырамыз. Газдың асты қатты болуы қажет. Одан кейін бір жағынан осылай қуырып аламыз да аударамыз. Және екінші жағын да солай қуырамыз. Ет және сүйектердің барлығын осылай жартылай қуырып аламыз. Барлық ет дайын. Содан кейін оның үстіне қуырылған картоптарды орналастырамыз. Содан соң қайнап тұрған бір кесе су қажет, соны үстіне құямыз. Одан кейін қазанның бетін жауып, өте баяу отта 1,5 сағат пісіреміз. 1,5 сағат өтті, тамағымыз дайын болды. Қақпағын ашып, одан кейін оны ақырын араластырамыз. Араластырған кезде картоптар езіліп қалмайтындай болуы қажет. Содан кейін оны ыңғайлы ыдысқа орналастырамыз. Мен секілді осындай үлкен ыдысқа ортасына етті, содан кейін жан-жағына картоптарды орналастырсаңыз өте әдемі. Содан кейін жуаны осылай домалақтап тураймыз, және де еттің үстіне әдемілік үшін орналастырамыз. Содан кейін аскөкті де қолдансаңыз болады, яғни укропты. Осылай ұсақтап турап, бетіне мен сеуіп шықтым. Казан кебаб тамағы дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайындалады, әрі өте әдемі болып шығады. Картоптары да, еттері де жұп-жұмсақ, иісі болса сондай керемет. Баршаңызға міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ұнаса лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.